Баршаңызға сәлем. Сіздерді өз каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Қош келдіңіздер. Бұл менің ютубтағы ең алғашқы видеом, сондықтан бағалап кетіңіздер. Біз бүгін осындай қысырлап тұратын тұшпаралар дайындайтын боламыз. Бұл тұшпаралар дастархан сән келтіреді және өте дәмді болып шығады. Ол үшін бізге жұмыртқа, 200 грамм сары май немесе маргарин қолдансаңыздар болады. Менде 72,2% жайлау сары майы. Одан кейін 200 мл су және 200 мл сүт қосамыз. Бұлардың салқын немесе жылы болуы маңызды емес. Тұз саламыз дәміне қарай және қамыр қопсытқыш қосамыз, яғни разрахитель қосамыз. Және електен өткізілген ұнды саламыз. Менде ұн примерно 700 граммдай, 800 граммдай кетті. Өзіңіздің ұныңыздың сортына қарай қосасыздар. Орташа қатты болып шығу керек қамырымыз. Еленген қамырымызды холодильникке бір жарты сағатқа демалдыруға қоямыз. Осы уақытта картобымызды тазалап аршып, қайнатып пюре дайындаймыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша пиязды кішкене майға қуырып қоссаңыздар да болады. Мен қосқан жоқпын. Пюреге тек қана тәтті сары май ғана қостым және тұз бұрыш салдым дәміне қарай. Видеомыздың ең маңызды бөлігіне де келдік. Осы кезде бірнеше кеңестермен бөлісе кетейін. Қамыр жайып жатқан кезде ас үй бөлмесіндегі терезенің, есіктің жабық болуы маңызды. Қамырыңыздың кеуіп қалмасы үшін. Екіншіден, қамырыңыз жұқа және бір тегіс етіп жайылғаны дұрыс. Сол кезде пельмендеріңіз әдемі болып шығады. Айта кететін тағы да бір кеңес, түйілген пельмендеріңізді ұзақ уақыт ұстап, яғни қамырдың барлығын жайып, түйіп алып, одан кейін қуыруға болмайды. Пельмендеріңіз кеуіп қалады. Сондықтан қамырды жайып, кесіп алғаннан кейін сол моментте сразу қуырып алуға тырысыңыздар. Сол кезде пельмендеріңіз әдемі шығады. Қамырдың негізінен 4 бөлікке бөлуге кеңес берем. Жалғыз болсаңыз, сол кезде жайып, шетінен түйіп алуға өте ыңғайлы болады. Мен 2 бөлікке бөліп алдым да, бірақ жайылған, кесілген қамырларым соңына қарай жабысып қалды. Сондықтан 4 бөлікке бөліп алған өте ыңғайлы. Егер сіз жалғыз болсаңыз, ал қасыңызда көмекшіңіз болса, онда 2-ге бөліп, біріңіз түйіп тұрсаңыздар, екіншіңіз пісіріп тұрасыздар. Мен бұл жерде тесто нарезкіні қолдандым. Пышақпен кессеңіздер де болады, бірақ тесто нарезкімен шеттері қуырылған кезде өте әдемі болып шығады. Кесілген қамырларыңызға жаңағы пюреңізді, картобыңызды салып, екі бетін жақсылап бекітіп түйуге тырысыңыздар. Себебі қамыр майға түскен кезде ысынып, үлкейіп, ашылып кетуі мүмкін. Сондықтан екі жағын жақсылап бекітіңіздер. Картобы майға түсіп, шашырап кетпес үшін салмасы. Мен осы кезде майды қойып қыздыра берем табама. Себебі осылай шетінен 5-6-таудан пісіріп, түйіп ала беру өте оңай. Көріп отырғандарыңыздай мен майымды қыздырып қойып жатырмын. Және газдың асты өте қатты жанбауда керек және өте төмен болмауда керек. Егер өте қатты жанатын болса, пельмендеріңіз тез күйіп кетеді жұқа болғандықтан. Сондықтан қатты средний қызған отта пісіріп аласыздар. Өздеріңіз қарайсыздар газдың астына. Бұл да негізі өте маңызды қыздар, себебі қатты қызған немесе ошақта піскен кезде демде пісіп күйіп кетеді және қыттырлақ болмай қалады, пельмендеріңіз әдемі шықпай қалады. Сондықтан қатты орташа средний от дейміз ғой, сондайда пісіріп аласыздар. Дәл осы рецепті пайдаланып, осы кеңестерді пайдаланып, тіпті тапсырысқа алсаңыздар да болады. Ал салмағы әртүрлі шығады. Сіздің салған картобыңызға байланысты 2 килограмм плюс-минус шығады. Немесе одан артықтау болуы да мүмкін. Сондықтан міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Пельмендеріңіз дәл осындай әдемі болып шығуына тілектеспін.
және міндетті түрде өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Парақшаға тіркеліп, лайк басуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.